Пүл авар чонының саблық поэт-писателі Расул Гамзатовқа 95 жас толча. Аға чарыдып Харыдыстағы өн библиотека городта литература чорығын пастапсқан. Ол тоқсты пістің бұрныда пастан пістің директор Людмила Павловна Табачных и аның педе күрінізінің прай по тоқс варши. Бұрныда постапс школьное образование, школаларды, аның техникумларды. А сон зары ол прай маршрут елбек бұл парсқан. Чөрімнің программасына флеш-моптар, кибілістерінің чоқтар, кезектерін, тыды қығырыры, көздігілер, пазатоғазығылар кірчелер. Интернет пастыры библиотеканың сайтынза кіріп, Расул Гамзатовтың чаяча тоғыстарындағы қиға сақыстарының танызары көрілбекше. Расул Гамзатовтың аның кибілістері, ол кізінің ары, аның чүштізінің ары, аның сағызы, аның қынғыны, пістің черге, пістің чунға. Харыдастағы өн библиотека Расул Гамзатовға тектіңні қайғы салбинжа. Олар Хаджанох Дагестандағы саблық поэт-писателінің музейінің палғылыс тұчалар. Аның түрен үскен чиринзер пірлі қате алыбанар. Пасқы Саринның библиотека тоғынжылары орындағы чоны Расул Гамзатовтың чаяча тоғызның таныстырып, городтағы чорықты үнетін темнілчіткен карта кирчелер. Пуңдайның көптілчіткен қығыржыларының саны пычықта танықтылып отырықша. Олық тұсты литература чорығының өнпегіні сағымғы түліне книга қығырырына тартып алары болча. Хайзен Пушкинның адының өн библиотеканың тоғынжылары маңның ыстығы жүктасқа керчелер.